Алтын арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгінгі жаңалықтарыңыз дайын. Челсидің ойыншылары бапкеріне қарсы. Ымды да, дымды да түсінбейтін Дани Алвес той жасап жүр. Рой Кин Эрлинг Холландты өте нашар ойыншы деді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Бізді қолдап жүрген достарға алғыс айтып бүгінгі жаңалықтарымызды бастаймыз. Арнамызға жазылмаған достар болса жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Челси қыза түсуде. Челсидің ойыншылары осы Бёрнлимен өткен ойыннан кейін Челсидің басшылығына барып, бапкерді ауыстырып берулерін сұраған екен. Міне, енді қызады әңгіме. Ал Челсидің бапкері Почеттино болатын болса, Бёрнлиден кейін сұхбатын берді. Мұндай нәтижеге бәріміз де кінәліміз деді. Тек қана өзі кінәлі емес екенін айтты. Бұл сөзімен негізінде бұл сөздің жаны бар. Жалпы бәрі кінәлі. Басшылық та кінәлі, ойыншылар да кінәлі, дәрігерлер де кінәлі. Бірақта барлық оқты өзіне қабылдайтын бапкер ғана екенін білеміз. Бапкерді қуып жібергенмен бұл мәселе шешіле қалады дегенге сенбейміз. Бірақ мен өз басым қанша жаңалықтар, қанша шығарылым болды айтып келе жатқаныма, Почеттино орнын босату керек. Ешқандай да прогресс жоқ. Егер де бір қандай да бір прогресс болып, 2 ойын ұтып, 3 ойын ұтып, бір болмайтын командаға ұтылып қалып жатса, бір түсінуге болады. Жоқ, қатар-қатар ұтылу, қатар-қатар тең ойын, сондай ойындар көрсетіп жатыр. Я Челси клубының құрамы қазір чемпиондық құрам деп айта алмаймыз, бірақ та Еврокубоктарға ойнайтын құрам. 2 жыл қатарынан ешқандай Еврокубокта ойнамау Челси үшін өте нашар нәтиже деп айтуға болады. Сондықтан да бапкер ауысқаннан барлық нәрсе шешілмейді әрине, бірақ та бапкерді ауыстырып көруі керек мынандай жағдайда. Енді бізде лигалардың футболдары, топ 5 лиганың жалғасуда, адреналинге толы футбол апталығы болып жатыр. Жаңа апта футбол алаңындағы эмоциялардың өрлеуі. Париматч Қазақстанмен бірге өз фаворитің үшін жанкөр болып ойынға қосыл. Біздің сенімді серіктесіміз Париматч Қазақстаннан 150 мың теңгеге дейін бонус және 2 мың теңге қосымша фрибет алыңыз келсе, видео астындағы сілтемеге өтіңіз. Париматч, ойын тізгіні сенің қолыңда. Жоржиньо деген тамаша ойыншы жайлы әңгімелесіп өтейік. Жоржиньо қазір Арсеналдың ойыншысы, бірақ та осы маусымнан кейін Арсеналмен келісім шарты аяқталады. Жоржиньо өте мықты ойыншы. Арсенал бірақ әлі де Жоржиньоға жаңа келісім шарт ұсынған жоқ, ұсынып қалуы мүмкін. Жоржиньоның жасы 32-де, бірақ та әлі 1-2 маусым жақсы ойын көрсетіп бере алады. Жалпы жартылай қорғаушылардың көбі допқа иелік ететін болса, допты жақсы бақылайтын болса, Жоржиньо барлық ойынды бақылайтын ойыншылардың бірі деп айтуға болады. Ал Жоржиньоның агенті өзінің ойыншысының, өзінің қарамандағы ойыншы Арсеналда қалғысы келетінін жеткізген, және де ең бірінші Арсеналдан келетін нұсқаны ғана қарастыратындарын айтқан. Ал одан бөлек Арсенал келісімшарт ұсынбайтын болса, одан кейін барып басқа мәселелерді қарастыра береді. Я, Жоржиньо қазір Арсеналдың 100% негізгі құрамындағы ойыншы емес, бірақ та керекті кезде Арсеналға көмектесе алатын ойыншы деп нақты ойланбай айтуға болады. Ал бұл мәселелерді аңдып бақылап отырған Барселона клубы қағып әкетпекші Жоржиньоны, егерде Арсенал жаңа ұсыныс ұсынбаса. Енді Барселонаның қазіргі спорттық директоры Деко осы Жоржиньодан артық жартылай қорғаушы таба алмаймыз деп отыр. Әрине тегін жартылай қорғаушылармен салыстырған кезде тегін алатын болады. Жалақысын төлеп бере алса болғаны. Нақты Бускетстің орнын басып бере алатын осы ойыншы деп қарап отыр Барселона қазіргі таңда. Енді қазір Арсеналдың жауабын соңына дейін күтетін болады. Жоржиньо мен агенті болмаған жағдайда Барселонамен сөйлесіп көретін сияқты ақпараттардың айтуынша. Достар, бүгін лигалардың ойындары жалғасуда. Біз АПЛ-ға тоқтасақ деп отырмыз. АПЛ-да Ньюкасл клубы Эвертонмен ойнайтын болады. Ньюкаслда жарақат өте көп. Алдыңғы ойында Ботман жарақат алып қалған, одан кейін соңғы ойында Жамал капитандары жарақат алып қалды. Ал енді Ньюкаслдың соңғы 9 ойынында 9 ойынның 8-інде екі командада бір-біріне гол салған екен. 8 соңғы кездескен команда Ньюкаслға гол сала білген. Эвертонда бүгін гол салады деген ойдамыз. Яғни екі командада гол салады
алады бұл ойында деген болжам бар. Ал бұдан кейінгі ойын ерекше ойын мен үшін әрине. Себебі тұғырлы Тоттенхэм бүгін ойнайтын болады Вест Хэмға қарсы. Вест Хэмнің үйіне барып ойнайды. Тоттенхэм өте тамаша ойын көрсетуде, бірақ та Тоттенхэм жеңу үшін міндетті түрде өздеріне бірінші голды жіберіп алатын жаман әдет шығарды. Бүгін сол әдетті тастайды. Бүгін бірінші болып өздері гол салады және де жеңісті де өздері алады деген ойдамыз. Вест Хэм қазір біздің тікелей қарсыласымыз болып саналады. 7-ші орында тұр, Тоттенхэм 5-ші орында тұр. Тоттенхэм бүгін біраз мәселені шешіп тастайтындай жағдайда, Вест Хэмді ұтатын болса, әжептәуір жағдайы жақсарып қалады. Бәлкім 4-ші орынға да шығып қалуымыз мүмкін Астон Вилланың алдына, егерде жақсы көбірек гол салатын болсақ. Сондықтан да бүгін тұғырлы Тоттенхэм барын салады. Сен салар да мен салар, Вест Хэмға голды кім салар деп. Сон бар, Ричарлисон бар, Мэдисон бар, Кулисевский бар. Алда Вест Хэмнің қақпашысын тыныш қоймайды деген сеніміміз өте мол. Тұғырлы Тоттенхэмнің жеңісін мен өзім күтетін боламын. Ал енді бұл ойындарға болжам жасайым, бәстігем сенің болжамыңда дұрыс сияқты, бірақ менің өзімнің де болжамым бар десеңіздер, сіздерге біздің сенімді серіктесіміз Пари матчты ұсынамыз. Себебі қазір Пари матч 150 мың теңгеге дейін бонус беріп жатқанын естеріңізге сала кетейік. Дани Алвес әйтіп бүйтіп әрең дегенде түрмеден шыққанын, уақытша босатылғанын бәрімізде білеміз. миллион евро беріп. Дани Алвес түрмеден шығып келе жатқанның өзінде бір топ әйелдер қарсы болып оның шыққанына сондай әңгімелер айтып, жаман сөздер айтып, плакаттармен келген болатын. Ал енді 1 миллион евроны Депай берді деген ақпараттарда шыққан болатын, бірақ та Депайдың агенті бұны ашық түрде, ресми түрде жариялады. Депай ешқандай да көмектескен жоқ. Бұл жалған ақпарат деп айтты. Жарайды, енді қандай жағдайда да Дани Алвес бостандыққа уақытша шықты десек те болады. Ал енді Дани Алвес шығып не істеді деп ойлайсыздар? Дани Алвес шығып үйіне келіп екі тізесін құшақтап жылады деп ойлайсыздар ма? Жоқ әлде Құдайына сыйынып, енді бұндай болмасыншы, ары қарай бостандықта өмір сүрейінші деп тілек тіледі деп ойлайсыздар ма? Жоқ, оның ешқайсысын жасаған жоқ. Үйіне, есесіне вечер жасады, той жасады, және де таңғы 5-ке дейін достарымен тойлатты деген ақпаратты Mundo Deportivo жеткізіп отыр бізге. Хәй, мынау адам болмайды деген осы жерде әдемі кететін сияқты. Жалпы бұл бостандықтың қадірін әлі де білді ма, білмеді ма, өзінің басына не өтіп жатыр, өтпей жатыр, түсінді ма, түсінбеді ма, белгісіз. Осының бәрін байқаған тілшілер Дани Алвеске бостандық бермеуін сұрап жатыр, және де ол өзгермейтінін айтып жатыр. Ал енді Дани Алвестің Бразилиядағы ескерткішінде қиратып тастаған екен жанкүйерлері. Жағдай осындайға дейін жетті. Бұның бәріне Дани Алвестің өзі кінәлі шығар. Ал енді Дани Алвестің сол вечеріне, тойына біршама Дани Алвестің достары да келген екен. Шапкаларын басып киіп, маска тағып, тілшілерге білдіртпей, көрінбей сол тойда болған екен. Ал енді Дани Алвестің ары қарай әрекеті, ісі қалай болады, ол әлі белгісіз, бірақ та мынандай әрекеттеріне қарайтын болсақ, қайтадан түрмеге барып жататын сияқты Дани Алвес көкеміз. Рой Кин, Эрлинг Холланд 4-ші дивизионның ойыншысының деңгейінде деп айта салды. Эрлинг Холландтың ойыны маған мүлдем ұнамайды деді, және де сіздер айтқандай оны топ ойыншы деп айта алмаймын деді Рой Кин. Бұл Арсеналға қатысты айтылған ой емес, оның алдында да ойындарын бақылап жүрмін деді, және де бұл сөзбен енді көп аналитиктар, сарапшылар келісіп жатқан жоқ әрине. Енді қазіргі таңда былтыр АПЛ-да өте тамаша ойын көрсетті. Қазіргі таңда да АПЛ-да сұрмергендердің алдын бастап тұр. Енді Рой Кинға қосылатындар да бәлкім бар шығар. Бәлкім Рой Кин деген адам бар екенін естеріне салып, Холланд арқылы бір хайп жинап алайын деп те отырған шығар. Бір емес бірнеше рет айтты, Эрлинг Холланд 4-ші дивизионның ойыншысының деңгейінде деп. Рой Кин деген Манчестер Юнайтедтің бұрынғы ойыншысы деп айтсақ болады. Қазіргі таңда осындай сұхбаттар береді, аналитикалық жағдайы да бар. Енді осындай әңгімелер айтуда мен өз басым Рой Кинмен
мен келіспеймін. Ерлинг Холланд деген ол мен үшін кәдімгідей шабуылшы, Холланд емес, бір құбылай келе жатқан сияқты болады. Асау сары деп те жатады бұны біздің комментаторлар. Бұл Холланд әлі талай нәрсені өзі дәлелдейтін болады. Сол кезде Рой Киннің өзі де мен қателестім деп айтатын шығар. Дәл қазір Рой Кинге жауап беріп қажеті жоқ. Бірақ та Ерлинг Холландтың голсыз сериясы 5 ойынға дейін жалғасқан екен. Бұл оның мансабында болмаған. Келесі ойындарда қалай да гол салып көзге түсу керек. Бірақ та енді алдағы Чемпиондар лигасында гол салып көзге түседі ау деген ойымыз бар. Чемпиондар лигасында Холланд өзі бір жақсы ойнайды. Бірақ көп сарапшылар, Рой Киннан да бөлек сарапшылар айтып жатады, Ерлинг Холланд топ клубтарға келген кезде өз-өзін жоғалтып алады деп. Бұны байқағандар өте көп. Осы мәселелермен жұмыс жасау керек. Ерлинг Холланд былтыр мүлдем баспен ойнай алмайтын, биыл кішкене басын қосып қойды. Енді келесі маусымда топ командаларға қалай ойнау керек екенін үйретіп қойса қарсы, сонда Холланд деген бір мінсіз машина болатыны анық сияқты. Мен өзім Ерлинг Холланд 4-ші дивизионның ойыншы дегенге келіспеймін, 2-ші дивизионның ойыншы дегенге де келіспеймін. Нағыз сол үздік лигада ойнайтын ойыншы деп санаймын. Сіздер өздеріңіздің ойларыңызды жаза отырыңыздар, достар. Пікірге бүгінге осы алтын доп арнасымен бірге болыңыздар. Және де болжам жасап бәстігем десеңіздер, біздің сенімді серіктесіміз Пари матчтың бар екенін естеріңізге сала отырайық. Ал енді естеріңізге салмай-ақ өздеріңізге белгілі нәрсе, арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз. Назарларыңызға рахмет.